Сәлем достар, сіздермен бірге Айнұр. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздердің назарларыңызға жүгері ұнынан жасалған ет тағамын ұсынамын. Алдымен қазанымызға етті салып 1 сағаттай қайнатамыз. Содан соң қамырын дайындауға кірісеміз. Қамырын дайындауға жүгері ұны, бидай ұны, 1 шай қасық тұз, сорпа қажет болады. Барлық ингредиенттерді қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны жаюға кірісеміз. Қамырымыздың шетінен аз-аздан бөліп алып, видеодағыдай бүгіп шығамыз. Бүккен қамырларымыз дайын болды. Енді етімізге картопымыз бен сәбізімізді салып, піскенше қайнатамыз. Қайнатқан етіміз, картопымыз, сәбізіміз пісті. Енді оны сүзіп аламыз. Барлығын сүзіп болған соң, қазанымыздың астындағы газды барынша күшейтіп қойып, бүккен қамырларымызды салып шығамыз. Қамырымызды салып болдық. Енді 20 минут қайнатып аламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны ыдысымызға сүзіп саламыз. Сүзіп болған қамырымыздың үстіне тұздығымызды құямыз. Тұздықты мен жуа мен сорпаның бетіндегі майдан дайындадым. Асымыз дайын болды. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.